Бүгін сіздермен мен Мадина Серікқызы министрліктің осы аптадағы айтулы жаңалықтарымен таныстыратын болам. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев жұмыс сапарымен Абай облысына барып, өңірдегі өнеркәсіптік кәсіпорындардың жұмысымен танысты. Сондай-ақ министр жергілікті тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Өңір тұрғындары жалға берілген тұрғын үй құрылысы, автомобиль жолдары мен абаттандыруға қатысты мәселелермен жүгінді. Ведомство басшысы көтерілген түйткілді мәселелерді жеке бақылауына алды. КРЕДМ еліміздегі коммуналды желілерді тозуын төмендетіп жаңғырту үшін қаржыландырудың 3 тетігін қолға алып іске асыруда. Оған нысаналы трансферттер, бюджеттік кредит және шығындарды 50%-ға дейін субсидиялау кіреді. Мәселен, сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі қолданыстағы бағдарламаға ұқсас жылу инфрақұрылымына байланысты жобаларды қаржыландыру үшін республикалық бюджеттен нысаналы трансферттерге бөлу бойынша бюджет бағдарламасы ашылды. Вице-министр Алмаз Ыдрысов парламент сенатының депутаттарымен бірге Ұлытау облысына барып қайтты. Іс-сапар барысында 4 учаскеден құралған жалпы ұзындығы 208 шақырым болатын республикалық маңызы бар Жезқазған-Қызылорда тас жолын жөндеу жұмыстарының барысын тексерді. Сонымен қатар вице-министр депутаттарды Жезқазған-Қарағанды жолын қайта жаңарту жобасымен таныстырды. Бүгінгі таңда жоба сметалық құжаттамасы бойынша жұмыстар аяқталды, құрылыс жұмыстарын ағымдағы маусымда бастау жоспарлануда. Мемлекеттік тұрғын үй көмегі аясында әлеуметтік аз қамтылған азаматтардың коммуналды қызметтерге байланысты шығындарын ішінара өтеу жолдары қарастырылып отыр. Айталық, осы жылдың 1-ші тоқсанда 372 миллион теңгеден аса қаражатқа 17 мың отбасы тұрғын үй көмегін алды. Сонымен қатар былтыр өтемақы мөлшері мен үміткерлердің санын ұлғайтатын өзгерістер енгізілді. Аталған тұрғын үй көмегі жергілікті бюджеттен төленетінін, сондай-ақ оны тағайындаудың белгіленген ережелері бар екенін айта кетейік. Ұшу географиясын кеңейту және халықаралық рейстерді ұлғайту мақсатында Қазақстан мен Сингапур арасында тікелей әуе қатынасын ашу бойынша жұмыс жүргізілуде. Осылайша Қазақстан мен Сингапурдың авиациялық билік органдары келіссөздер жүргізді. Келіссөздер барысында қазақстандық тарап тікелей рейстер ашуға қызығушылық білдірді. Сингапурлық авиакомпанияларға Қазақстандағы ашық аспан режимін пайдалану ұсынылды. Ал сингапурлық тарап ашық аспан режимін құптап, бұл ұсыныс Сингапурлық авиакомпаниялармен пысықталатынын хабарлады. Апта көлемінде орын алған айшықты жаңалықтар легі осындай, амандықта жүздескенше.